Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге сіздердің әрбір намаздарыңыз ең соңғы намаздай болсын деген мәні терең сөз қалдырды. Дүйсенбі келіп таң шапағы қылау берді. Ел жұрт жас демей кәрі демей барлығы да мешітке қарай ағылды. Ойларында, апырай, пайғамбарымыз бүгін намазға шығар ма екен? Мешіт толы жамағатқа иман кім болмақ деген жүрек сыздатар тілеу ғана. Себебі адамзаттың ардақ тұтар тұлғасының ауырып жатқанына аттай 14 күн өтті. Бейсенбі күні келе алмаған ол халі өте нашар бола тұра, тек сәрсенбі күні ғана мешітке аяқ басты. Ең сүйікті достары сахабалармен қоштасқысы келгендей сыңай танытты. Мешіттегі жамағат төрт көзі түгел кезінде барлықтарымен бақылдасып, алашағы барларға алашағын қайтарып, реніші барлармен кешірісуді қалады. Алайда әркім өз санасындағы сапырылысқан оймен арпалысқа түсті. Бұл сонда ең сүйікті жанның қоштасуы болғаны ма? Шынымен де арамыздан кетпек пе? Әркім ол айтқан сөздерді еміс-еміс еске түсіре бастағандай. Және бірде ол мені үлкен жолға жиналуға шақырды. Бұнда күмән жоқ. Сол сапарға дайындыққа уәдемді бердім дегенді. Тек Әбу Бәкір ғана жүрегі жамандықты анық сезіп, әлгі айтқандарын тағы қайталап, «Уа Аллахтың елшісі, жолыңда садаған кетсемші» деп, іштей егіліп кетті. Аллах елшісі имамдыққа Әбу Бәкірді өткізіп, жамағатпен қатарласа намаз оқыды. Бейсенбі күнгі оқыған ақшам намазы оның ең соңғы намазы болды. Ол бұл намазда пайғамбарлардың жіберілгенін баяндайтын Әл-Мурсалат сүресін оқыды. Сол күні Біләл азан шақырды. Азанды естіп күнделікті әдетпен мешітке бет алған көпшілік өз имамын асыға күтті. Алайда олар пайғамбарларымыздың шаңырағында не болып жатқанынан хабарсыз күй кешті. Пайғамбарымыздың халі бұл кезде мүлде нашарлап кетіп еді. Әлсін-әлсін талқысып кетумен болды. Өз-өзіне келген бір мезет, жамағат намазын оқыды ма деп сұрады. Сөйтті де, жуынып шайынып мешітке баруға тәуекел етті. Толған айдай толықсыған оның жүзі көрінгенде көпшілік айтып жеткізуге тіл жетпес ерекше қуанышты сезімге бөленді. Әбу Бәкір артқы қатарға ығыспақ болды. Алайда пайғамбарымыз қолымен ишарат етіп, намазды соған оқыды. Тұруға әл дәрмені жоқ болғандықтан өзі намазын отырып атқарды. Артынша халыққа мына сөздерін арнады. Айырылысу сәті келді. Шүбәсіз мен де адаммын. Менде ақысы кеткендер болса, бүгін келіп оны талап етсін. Осы бейсенбіден кейін Аллахтың елшісі намазға қайта шыға алмады. Бірақ ешкім үміт үзгісі келмеді. Жарқ етіп қайта бой көрсетер деп күтті. Халық оның амандығын тілеп, толық сауығып кетуін қалады. Өздеріне бұрынғыдай намаз оқытқанын көргісі келді. Бірақ ол өзінің ең соңғы сапарын мәңгілік дос деп білген ұлы жаратушыға арнаған. Жыл сайын Рамазан айында 10 күн мешітте болатын болса, осы жылдың Рамазанында 20 күнін мешітте өткізді. Оның үстіне осы Рамазанда оған Жәбірейіл періште келді. Екеуі ара Құранды бастан аяқ бірге оқып шықты. Содан бір шама уақыт бұрын Муаз бен Ибн Жабалды Йеменге жолға салып тұрып, «Әй, Муаз, сен мен енді көре алмассың. Қайта оралғаныңда мешітім мен қабірімді зиярат етерсің» дейді. Иә, ол қоштасуды сол кезден бастаған болады. Оның алғашқы әрі соңғы қажылығы да қоштасуға арналды. Сол күні ол мұсылман қауымның қадірлі анасы, өзіме 25 жыл отасқан Хадишаның қабірін зиярат етті. Осы қасиет арқылы сахабаларға да адалдық дәрісін ұқтырды. Арафатта түскен аяттың да мәнісі дін аяқталды. Адамдардың топ-тобымен исламға кіргенін көргенде, Аллахты есіңе ал дегенге сайды. Сондықтан да ол соңғы сөзін, «О адамдар,
Meni мұқият тыңдаңыздар. Себебі мен енді сіздермен кездесе алмаспын деп бастады да, ертең сіздерден мен жайлы сұрайды. Не айтасыздар? Мен Аллахтың дінін сіздерге жеткіз алдым ба? Тиісінше түсіндір алдым ба деді. Тұс-тұстан, әрине, біз барлығымызда бір ауыздан сенің өз міндетіңді абыроймен атқарғаныңа куәлік етеміз деген дауыстар естіліп жатты. Пайғамбарымыздың нұрлы жүзінен көңілінің орныққаны байқалғандай болды. Ол сұқ саусағын аспанға көтеріп, Аллах тағалам куә бол. Аллах тағалам куә бол. Аллах тағалам куә бол деп 3 рет қайталады. Әр сөзі қорғасынның салмағындай ауыр қоштасуда 23 жылдық қайғы қасіреттің жүгі жатқандай. Рабиул Аувал айының 12-ші түні. Біләлдің азанынан кейін мешіт іші лық толды. Ол бұл жолы да намазға шыға алмады. Пайғамбарымыз барлық мүмкіндіктеріңді рухани байлықты молайтуға жұмсаңдар деп өсиет айтады. Ертеңгі мәңгілік өмір үшін қайырымдылықты осы дүниеде жүріп жасау керек екендігін жиі еске салатын. Осыдан бір күн бұрын ол біраз кісілерді құлдық пен күндіктен босатты. Оған қоса еліндегі 6 динарды ғарып қасірлерге таратып беруді бұйырып, іле талқысып кетті. Есін жияр жимас сұрағаны ақшаның таратылып таратылмағандығы болды. Сөйтіп ұлы жаратушының алдына мүлдем пәк күйде баруды қалады. Күн батысқа қарай ойысты. Бұл кездесу мерзімі болады. Ауру одан сайын ауырлай түсті. Уақыт таяды. Денесі суый бастағандай. Ол қадірлі басын Айшаның омырауына сүйеді. Көздерін жоғарыға тікті. Біршама уақыттан кейін барып ес жиды. Саусағын жоғары көтеріп, биіктегі бір нүктеге қадала еріндері қимылдады. Мұсылмандардың анасы Хазіреті Айша оның не айтып жатқанын тыңдау үшін еңкейіп құлағын тосты. Пайғамбарлармен, шейіттермен, жолдағылармен бірге мені де кешір. Өзіңнің мейірімің түскендермен бірге мені кешіріп, рахымыңа бөлей көр. Мені өзіңе қабылдай көр. Аллах тағалам, мен сенің ұлы достығыңды қалаймын. Ұлы достығыңды қалаймын. Ұлы достығыңды қалаймын. 63 жыл бұрын дүйсенбі күні ғұмырлық сапарын бастаған Ғазиржан дәл сол дүйсенбіде сапарын аяқтады. 23 жылдық пайғамбарлығында ол бүкіл адамзаттың ақыретке дейінгі өмірін баққа бөлейтін өмір сүру үлгісін қалдырды. Ал насихат ету міндетін арттағы ізбасарларына өсиет етті. Таң ата бере терезенің пердесін түріп, михрабтағы имамға көз салып бұл міндеттің жалғасатын өмір шеңдігін шүкіршілік ретінде соңғы намазын тәмамдады. Ұлық міндеттің соңы таяды. Оның соңғы пайғамбар екенін білдірткен екі жауырынының арасындағы мөрде бұл сәтте ғайып болған. Бөлме іші ерекше жұпар иіске толып кетті. Сол аралықта қолы шепте тұрған суға қарай қозғалды. Алайда жансызданып сала берген саусақтарының арасынан мисуак сусып жерге түсті. Әзіреті Әли әңгімелеуде. Куфада едік. Қиын күндерді бастан кешіп жаттық. Бір күні Куфада жаңадан иман еткен жастармен әңгімелесіп отырып, адамдардың ең жау жүрегі, батыры, баһадүрі кім деп сұрадым. Олар да сенсің уа мүміндердің әміршісі деп жауап берді. Ол кезде олар Әбу Бәкірді көрмеген еді. Омар әл-Хаттабты көрмеген еді. Олардың көргені тек Әзіреті Әли ғана. Сонда Әли тұрып, жоқ, сендерге адамдардың ең жау жүрегі, батыры, баһадүрі кім екенін айтайын. Біз Меккеде ат төбеліндей ғана мұсылмандар едік. Мұсылмандар Қағбада намаз оқуға қорқатын еді. Бір күні Қағбаға барып намаз оқыдық. Оқығанымыз сол еді. Басымызға келмегені қалмады. Меккеліктер бір сәтте айналамызды қоршап, пайғамбарымызды орталарын алды. Біреуі пайғамбарымыздың шапанынан тартып, біреуі жағасынан жармасып, біреуі итеріп, тағы біреуі жүзіне түкіріп. Нелер қылмады дейсің, нелер? Ал біздер
түк істей алмай тұрдық та қалдық. Bir кезде анандай жерден екпіндете арындата біреу келе жатты. Үстінде әппақ шапаны бар, жіңішке келген біреу. Жақындағанда ғана таныды. Әбу Бәкір екен. Раббым, Алла деген үшін өлтіресіңдер ма енді? Деді де пайғамбарымызды құшақтай үстіне жатай. Меккеліктер пайғамбарымызды қойып, Әбу Бәкірді сабай жөнелді. Соққының астын алды. Біреу жұдырықтап жатыр, біреу тепкілеп жатыр. Басқа біреу болса, аузына келгенін сөйлеп жатыр. Уқба бин Әби Мұғайт өз-өзін ұстай алмады. Еселене түсіп, Әбу Бәкірдің кеудесіне мініп, аяғындағы аяқ киімін шешіп, Әбу Бәкірдің мүбәрәк жүзін қанға бояп, ұра берді. Ақыры есінен тандырып, бірақ құрттады. Бәни Тайм руынан біреулер келіп, есінен танып жатқан Әбу Бәкірді үйіне апарды. Анасы Сәлма Уммул Хайр ол кезде әлі мұсылман емес еді. Көз жас ішінде баласының басында ес жиғанын күтіп отыр. Әбу Бәкір көзін ашып, есін жияр-жимас тілге келді. Алғашқы сөзі: Алла елшісіне не болды? Пайғамбарыма не қылды? Қайда ол? Анасы: онсыз да басыңа келген бәленің бәрі соның кесірінен. Оны қойшы, өз жағдайыңа қарасаңшы, нәртәтші келді. Сонда Әбу Бәкір: жоқ анашым, олай демеңіз. Алланың атымен ант етемін. Мына екі көзімен Алланың елшісін көрмей бір жұтым суда ішпеймін, бір түйір нан да жемеймін. Оны көрмей, көңілім көншімей, бір жұтым суда, бір түйір нан да тамағымнан өтпек емес анашым. Мені пайғамбарыма апар. Анасы қанша тырысқанымен Әбу Бәкір бәрібір дегеннен қайтпады. Әйелі Умму Жәмил мен анасы қолтықтап алып, Әбу Бәкірді пайғамбарымызға алып барды. Пайғамбарымыз Әбу Бәкірдің қан жоса болған түрін көріп шыдай алмады. Құшағын алып жылап жіберді. Bir жағынан қан жүзін сүртіп жатыр. Сонда Әбу Бәкір: я Расулалла, мені қойшы, маған алаңдамашы Расулым. Есіктің әр жағында анам тұр, сол үшін дұға етші, иман етсінші дейді. Пайғамбарымыз қолын көтеріп, дұға етіп, қолын түсіріп әлі үлгермейді. Есіктен анасы кіріп келіп: я Расулалла, әшһәду ан ла илаха иллаллах, ва әшһәду анна Мұхаммадан абдуху ва расулуху деп иман етті. Ва Раббым, бізді пайғамбарымызға деген махаббаттан тұрған Әбу Бәкірдің ерлігімен рухтандыр. Меккедегі мұсылмандар мүшриктердің тепкісінен Мәдинаға хижрет ете бастады. Әбу Бәкір де іштей дайындық үстінде. Ара-тұра пайғамбарымызға келіп: я Расулалла, мен де жолға шығайын ба деп сұрайды. Пайғамбарымыз: жоқ Әбу Бәкір, күт, Алла саған да бұдан да қайырлысын нәсіп етеді дейді. Бесін әлеті есікті біреу қағады. Есікті ашса, есіктің әр жағында пайғамбарымыз. Пайғамбарымыз ішке кірер-кірмес Әбу Бәкір: я Расулалла, айтшы, саған жол серік боп жолға шығам ба? Айтшы, я Расулалла. Пайғамбарымыз: я Әбу Бәкір, жол серігімсің. Айша анамыз айтады: валлахи, мен сол күнге дейін бір еркектің қуаныштан сонша егіле жылағанын көрген емеспін. Пайғамбарымызбен жолға шығу, басты бәйгеге тігу, тірі не өлі күйінде әкелген адамға 100 түйе тігілді. Бірақ Әбу Бәкір қуаныштан жарылардай. Құранда Алланың өзі екеудің екіншісі деп мәртебесін асқақтатқан Әбу Бәкір мен пайғамбарымыз
Сәуір өңгірінде 3 күн 3 түн қонып, Мәдинаны бетке алды. Әбу Бәкірде маза жоқ. Біресе пайғамбарымыздың алдына шығып, біресе артынан түсіп, енді біресе оң жағынан шығып, бірде сол жағынан өтіп, байыз табар емес, шыр көбелек айналып жүр. Пайғамбарымыз: ей Әбу Бәкір, оң жағымда жүруге тиіс едің, сонша неге шыр айналып жүрсің мені, дейді. Я Расулаллах, саған бір бәле келеме деп қорқып келем. Сол үшін осылай келем. Ол сөз пайғамбарымыздың сезім пернесін тергеп кетті. Я Әбу Бәкір, мені сонша қатты сүйесің ба? Бұл сұрақ я деп жауап бере салар сұрақ емес. Жауаптың артында мойныңмен көтерер зіл батпан жүк те бар. Ердің ерінің ғана бұл жүкке белі шыдар. Бұл сұраққа бере жауаптың ауырлығын білсеңіз ғой шіркін. Бірақ Әбу Бәкір кеудесін кере: я Расулым, сені сүйетінім сонша, сен үшін өлімге де болса басты кем. Я Расулым, сен үшін өлуге әзірім. Пайғамбарымыз: мен үшін өлмекпісің, уа Әбу Бәкір? Расулым, я, сен үшін жаным пида, сенің жолында, сенің құрбаның болуға әзірім. Неге? Не үшін, я Әбу Бәкір? Я Расулаллах, я Расулаллах, мен өлсем, азар болса, әкем Әбу Кухафаның үйі жоқтар. Ал сен өлсең, я Расулаллах, сен өлсең, бүкіл үмбет жоқтайды. Я Расулаллах, сен өлсең, бүкіл әлем жоқтайды. Я Расулаллах, сен өлсең, бүкіл тіршілік жоқтайды. Бүкіл дүние қара жамылады. Уа Раббым, бізді пайғамбарға деген ғашықтықтан туған Әбу Бәкірдің махаббатынан сусын. Күндерден дүйсенбі. Пайғамбарымыз неше күнгі сырқаттан бері бүгін ғана бас көтеріп, мұны естіген Мәдина халқы ерекше бір көңіл күйге бөленіп, жадырап сала берді. Әбу Бәкір неше күннен бері пайғамбарымыздың жанынан табылып, үйіне бармаған еді. Пайғамбарымыздың бір шама жақсарғанын көріп, үйіне барып келуге рұқсат сұрады. Я Расулаллах, рұқсат етсеңіз, үйіме барып келейін. Рұқсат, Әбу Бәкір, рұқсат. Әбу Бәкір пайғамбарымыздан шығып, үйіне бет ала бергені сол еді. Айша анамыздың даусынан Мәдина халқы дүр сілкінді. Әлем дүр сілкінді. Алла елшісі өлді. Таудай болған Омар сілкінді. Қылышын қынынан суырды. Жоқ, Алла елшісі өлген жоқ. Кім оны өлді десе, мұна қылышыммен басын шабамын. Ол Мұса секілді тұртауына кетті. Раббымен кездесіп, кері қайтады. Хазірет Османның денесі түршіккен, үстінен мұздай су құйып жібергендей сілейді де қалды. Аузынан сөз де шықпады. Әлей болса, бір бұрышта, бүрісіп, сол жылап отыр. Әбу Бәкір жүгіріп отырып пайғамбарымыздың бөлмесіне кіріп келді. Келді де пайғамбарымыздың жүзін ашып, көз жасына болған. Я Расулаллах, сау кезінде қандай көрікті едің? Өлдің, сонда да көріктісің, деді де сыртқа шықты. Себебі халық жұбатар бір сөзге мұқтаж еді. Омардың бас жаппай қынына кірмейтін қылышын қансыз қайта қынына кіргізер сөз қажет еді. Міне, бұл сөз тек Әбу Бәкірдің аузынан шықты. Кім Мұхаммедке табынған болса, ол өлді. Ал кімде-кім Алланы тәңір еткен болса, білсін, Алла тірі. Алла өлімсіз. Мұхаммед Алланың елшісі ғана. Оған дейін қаншама пайғамбар өткен. Мұхаммед өлсе, бәрін кері қайтасыңдар ма? Ухуд соғысына түскен аят Омар үшін дәл сол кезде қайта түскендей.
Va Rabbim, ol dünyadan ötse de, ahiretke jetse de, ol biz üçün men getirir. Ol sünnetimen men getirir. Öldü dewge bolama oylandarşı, ölmeyi tuğun ardında söz kaldırgan. Öldü dewge bolama aytındarşı, ölmeyi tuğun ardında iz kaldırgan. Ya Resulallah, sen bizden yüreğimizde men getiresin. Sen bizbensin ya Resulallah.